Менің атым Әсем. Мен Түркістан облысы Қазығұрт ауданынан Тұрбат ауылының тумасымын. 2018 жылы Назарбаев университетіне түстім. Сүйікті істерімнің бірі ол волейболмен айналысам. Мектеп кезінде мен мектеп лигасында ойнайтын едім. Қазіргі таңда жаңағы негізгі жұмысым ол еріктілік. Меня зовут Парпиев Латиф, я детский врач-реабилитолог. Вот более 3 лет работаю детским врачом-реабилитологом. Занимаюсь очень тяжелыми больными детьми с рождения до 2 лет. Занимаюсь именно реабилитацией. Все, хватит, я тебя уже помучил. Домой пойдешь? Давай. Мама сейчас соберется, я тебя отдам маме и поедешь. Мен есім Қалима болады, 45 жастамын. Осы Астана қаласының тұрғынымын. 4 балам бар. Осы Астана қайырым жандарының мүшесі болып жүргеніме биыл 6-шы жылға кетті. Осы Астана қайырым жандар құрылғалы бері осы топтың мүшесімін. Хан Академияның негізгі миссиясы ол барлық адамға, барлық жерде әлемдік деңгейдегі сапалы білімді қолжетімді ету. Немесе кез келген адамды кез келген жерде сапалы біліммен қамтамасыз ету. Сол миссияны ұстана отырып, сол ағылшын тіліндегі сапалы әлемдік деңгейдегі контентті барлық біздің қазақ тілді аудиторияға қолжетімді ету және Қазақстандағы білімнің, әсіресе онлайн сапалы контенттің дамуына үлес қосу. Сейчас вот совместно с общественным фондом Best for Kids, где я являюсь волонтером с 2013 года, вот по сей день, Best for Kids, общественный фонд, он занимается социальной адаптацией детей, воспитанников детских домов и обучает, можно сказать, что обучает ловить рыбу ребенку. Еще являюсь волонтером инициативной группы «Дари добро», которая помогает онкобольным детям. У нас же онкобольные дети, как бы не все же могут все позволить себе. Есть социально уязвимый слой, которые, грубо говоря, не могут даже себе мыло купить, либо там одежду купить. В такие моменты зовут нас волонтеров, и мы просто собираем деньги, либо собираем просто вещи и передаем это родителям, либо проводим праздники, например, на Новый год, покупаем подарки, все как бы стерильно, все передаем. До начала карантина я сам ходил Дедом Морозом, переодевался с нашими волонтерами или там какого-нибудь персонажа и просто радовали детей. Осы топта мен Назерке деген үлкен қызым болған алғашында. Сол бір күні келіп тұр. Ой, мама, осы сіз ағайын туыстарыңызға көмектескенін жақсы көресіз, қайырымдылық жасағанын жақсы көресіз, үнемі осындай бір топ ашылып жатыр екен. Неден Инстаграмнан тауып алдым. Жақсы бір аузын ашса жүректер көрінетін бір жақсы қыз жігіттер, өзім қатарлы екен, барлығы деп бір келген бір күні. Сосын мен айттым, көрейік, барып өзім сондай негізі жақынмын, сондай жақсылық жасауға біреуге. Астана қайырымды жандары. Жақсылық жасап жасайық. Көбінесе біз мынау қайырымдылық саласында барлық жағынан қамтылған негізі. Балалар үйіне барамыз көбінесе, сосын қарттар үйіне барамыз, көңілдерін аулау үшін, сол жаңағы үлкен кісілердің жабырқау көңілдерін әйтеуір кейде бір көңілін көтеріп баруға тырысамыз. Жылына 1-2 рет барып тұрамыз. Лицензияны біз 2019 жылдың мамырдың 5 күні алдық. Бізге қол қойылып берілді. Сол күннен бастап уже біз клуб ретінде жұмыс жасадық. Бірінші жаз кезеңінде онлайн жұмыс жасап бастадық. Одан кейін бізге жаңадан команда жиналды. Біз өз 2 адам болдық. Негізі бастаған кезде Айсұлу және мен. Одан кейін Гүлмира келді, және басқа да маңызды топ мүшелері келді. Большое количество родителей просят снять видео, как заниматься с детьми, потому что они не могут приехать в Астану. И я решил просто создать YouTube-канал, IGTV канал, где я просто выкладываю, как правильно заниматься с определенным ребенком, с определенным диагнозом. И делюсь просто опытом, мне это не жалко. Потому что результаты есть. Родители, которые хотят своего ребенка поставить на ноги, они сделают все для своего ребенка. А при зиглиге ребенок в основном лежит вот в этой позе. Ноги оловянного солдатика, но руки приведены к телу, и ребенок частично контролирует своими руками. Әр іс-шарадан кейін көңіл-күй өте жақсы болады бізде. Бір үлкен бір іс-шара атқарғандай болып жүреміз. Жүрегіміз кең адамдармыз ғой өйткені. Жан-жағымыздың бәріне жақсылық нұрын шашып жүргіміз келеді. Балаларға барсақ, балалардың жаңа қуанғанын көріп, біз де қуанамыз. Үлкен кісілерге барсақ, сол кісілердің батасын алып, оған да қуанамыз. Бір
жоғымыз бүтелгендей болып жаңа жақсы болып қайтамыз. Астана қайырымды жандар көше тазалаушылардың бір күндік жұмысын істеп көмектесуші. Бүгін сол жігіттерге келе жатырмыз. Қазір азалық шайымыз бар, тамағымыз бар. Шай келді. Шай ішеміз деп жатырмыз. Шай ішіп алайық. Жігіттер шаршағанша кішкене шай береді. Қазіргі таңда біз 1,5 миллион, уже 2 миллионға жуық. Яғни ол жалпы контенттің 6%-ін аудардық. 517-ге жуық видео уже дайын, біздің YouTube каналымызда бар. 800-ден астам қазір қолданушымыз бар, бірақ өте аз, дегенмен де оның өзі бізді қуантады. Вообще по городу на самокате двигаюсь летом. Видел бильборды, где были фотографии столиц Казахстана. У меня как-то мечта была, интересно, могу ли я попасть в этот список. И в этом году меня избрали как бы в этой сфере, именно в сфере здравоохранения, как победителя столиц Казахстана. Потом они сказали, что в течение этого года нас будут приглашать в школы, садики или там такие места, чтобы мы давали интервью, рассказывали людям про свой опыт. Мы сейчас едем в 73-ю школу по улице Назмединова, возле президентского библиотеки, по-моему, музея, да? И там сейчас собрались 7, 8, 9 класс, и этим школьникам мне нужно рассказать про мою любимую книгу. Қайырымдылықпен айналысу үшін соншама ақша керек, ақша салу керек, ойбай деп кейбір кісілер сұрайды, қанша нетесіңдер деп. Сендерге қанша ақша береді деп солай сұрайды кейбір кісілер. Мен айтамын, бізге ешкім ақша бермейді. Біз бұған қатысу үшін сондай қатты жаңағындай ақша салып, ондай қажет емес деп айтамын. Сенің бір адамға бір күліп қарағанның өзі бір қайырымдылық, мысалға шындап келгенде. Жаңағы біреуге көңіл күй сыйлау, бұл да бір қайырымдылық үлкен. Негізгі арманым қалай айтады ғой, Абайдың сөзі бар, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп. Сол өзіме ұнайтын саланы тауып, елге пайдалы болатындай, ең бастысы қоғамға пайдалы, болашақта биік белестерден көрінетін азаматша болу, Қазақстанның атын шығаратын жақсы азаматша болу. Және де осы Хан Академи жобасы Қазақстандағы номері бірінші интернет, қалай айтсам екен, онлайн платформасы, білім платформасы болса екен деген арманым бар. Дома выхожу каждый день утром, даже если дождь, даже если снег, даже если жара, говорю, хороший день для спасения жизни. И этот день потом обязательно всегда проходит хорошим.